Топ-томпақ әрі жұмсақ болып пісетін пирожкидің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Цинказдың аджигасымен жесеңіз енді дәмі керемет болады. Ең бірінші парақшаға тіркеліп алыңыз. Таза ыдысымызға жылы сүт, жылы су және де тұз, дрожь салып, жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұн салып, қолдың көмегімен қамырды илейміз. Қамыр қатты тығыз болып қалмасын және сұйық қамырда болмауы қажет. Үстінен сұйық майымызды құйып, сіңдіріп, бетін жауып, көтерілуге қалдырамыз. Көтерілгеннен кейін бұл қамырды 60 граммнан бөліп алдым. 28-30 штуктай осындай қамырымыз дөңгелетіп, алдын ала осылай қойып қоямыз. Енді шетінен алып, ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен шет-шеттерін баса отырып, осылай жайып аламыз. Начинкасын мен осындай картопты қолдандым, арасында сәбізі бар. Қайнатып кәдімгідей жасай бересіздер ғой, немесе капуста қосуға да бола береді. Енді қараңыздар, түйген кезде тығыздап түйесіздер, екі жағынан осылай басасыздар, төменгі жағы астында тұруы қажет. Тура буфеттегідей әдем болып шығады. Бетін жауып 20 минут қойып қоясыздар, сол кезде көтеріледі бұл. Көтерілгеннен кейін ғана майға салып, екі жағын қызартып пісіріп аласыздар. Цинказдың аджигасын міндетті түрде қолданып көріңіздер, ас болсын. Сәлем оқырман, бүгін сіздерге жұмсақ үлпілдек бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен парақшаға тіркеліп алыңыз. Жылы сүтімізді, суымызды құямыз. Бір жұмыртқа жарып салдым, 5 грамм дрожь салдым және де дәміне қарай 2 ас қасық қант салдым. Сұйық май құясыздар, 1 шай қасық тұз саласыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Қолдың көмегімен жақсылап тұрып, араластырып, иін қандырып, илейтін боламыз. Бұл жерде қамырды илеу маңызды. Қатты болып қалмасын, сұйық болып қалмасын, орташа көлемде болғаны дұрыс. Содан соң сұйық май құйып, тағы да бір басып, гладкий қылып илейміз. 1,5 сағаттан кейін осылай көтерілді. Үстелімізге май немесе ұнды сеуіп, зуалыларға бөліп, осылай жайып алып, дөңгелектеп немесе 4 бұрышты етіп, бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырасыздар. Содан соң қызып тұрған майымызға екі жағын қайта-қайта ауната отырып, бауырсағымызды пісіріп аламыз. Дәл қазір мен ютубтан түскен табысымды банкоматтан шешуге келдім. Осы айда 108 мың теңге түсті. Қазір дәл алдыларыңызда көрсететін боламын. Бір жасағаннан керемет болып шығатын дәл осындай тіске басарды сіз де дайындап көріңіз, өте күшті болып шығады. Ең бірінші парақшаға тіркеліп алыңыз. Бар болғаны 3-4 қана ингредиент кетеді. Ең алдымен сосисканы осылай қабығынан ажыратып аламыз. Сонымен қатар қатты ірімшік қажет болады. Теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Лавашты осы жаңағы сосисканың көлеміндей етіп осылай ұзыншалап барлығын дайындап аламыз. Мен сосисканың ортасына бөлдім, арасына сыр және де сосисканы өстіп қойып, орайсыздар. Қалың болып жатса, соңғы жағын осылай кесіп тастаңыздар. Барлығын орап аласыздар. Кляр үшін жұмыртқа үстіне тұз салып, жақсылап араластырамыз. Осы жұмыртқаның үстіне барлығын аунатып, табамызға сұйық май құйып, сұйық майда жай отта екі жағын қызартып, кішкене қуырып аламыз. Осымен біздің тіске басарымыз дайын болды. Сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ, сыры осылай созылып күшті болып тұрады. Балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз, міндетті түрде жасап көріңіздер және де парақшама тіркеліп алыңыздар. Сәлем қыздар, үлпілдек әрі жұмсақ кәдімгі нанның рецептімен бөлісемін. Ең бірінші парақшаға тіркеліп алыңыз. Алдымен таза тісімізге 250 грамм сүт, 300 грамм жылы су, үстінен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық дрожь салдым. Жақсылап араластырып, електен өткізілген 800 немесе 850 граммдай ұнды салып, қолдың көмегімен илейміз. Қамыр қатты тығыз болып қалмасын, қатты сұйық болмауы да қажет. Үстіне сұйық майымызды құйып, майы сіңгенше илеп, бетін жауып, көтерілуге қоямыз. 1-1,5 сағаттан кейін осы қамырды 3 бөлікке зуалап алдым. Әрқайсысын жеке листке орналастырып, бетін осындай үлкен табақпен жауып қойыңыздар. Қаязмай жақсы көтеріледі. 20 минуттан кейін дөңгелетіп жайып, бетіне форма келтіріп, күнжіт сеуіп, және де жұмыртқасын жағып, 180-200 градустағы пешке 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, ас болсын, сақтап алыңыз.